Алло. Естіліп тұр ма даусым? Иә, анық естіліп тұр, жақсы болды. Жақсы болды. Так, слайдтар қозғалып тұр, иә? Мгм. Бір 3 минут күтейік. Себебі бұл не ютубқа да шығады қазір. Ютубқа. Ойдо. Иә, ютубқа жазылып сақталады. Сайн керекпіз. Біртіндеп қосылып жатыр екен әріптестер. Қазір ютубқа сілтеме жібереді, сол кезде бірден бастап кетеміз.
Енді 3 минут сосын бастап кетеміз болды, аха. Кішкене күте тұрыңыздар. Қосылған кісілер. Ютубта трансляция жүріп жатыр уже. Ютубта запись жүріп жатыр ма? Жақсы онда. Мен ескертпеген соң бастамай отыр едім. Жақсы, рахмет. Әділсіз ғой, иә? Иә, Мхм. Жақсы онда. Құрметті әріптестер, бүгінгі вебинар Action Research мұғалімдердің кәсіби даму мүмкіндігі деп аталады. Бұл вебинар жалпы Action Research туралы, оның практикалық жақтары, маңыздылығы туралы сөз етеміз. Оның қазіргі кездесіп жүрген проблемалар, мәселелер қандай, жалпы Action Research-тің басқа зерттеуден айырмашылығы неде деген секілді сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Вебинардың жүргізілуіне жауапты ұйым Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы, және мен есімім Ақсұлу Шынболатқызы, осы әдістемелік орталықтың білім берудегі зерттеу бөлімінің әдіскерімін. Енді қысқаша біздің вебинардың қонағы туралы айтып кететін болсақ, негізгі қонағы Дәулеткереева Нұрлыгүл Жүзбайқызы, Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі білім беру бағдарламалары орталығының лингвистикалық бағыттағы пәндер бөлімінің басшысы, филология ғылымдарының кандидаты, бірнеше оқулықтардың авторы, яғни Назарбаев зияткерлік мектептерінде, жалпы мемлекеттік мектептерде, әсіресе 4-ші сынып орыс мектебіндегі қазақ тілінің авторы, білім беру бағдарламаларын дайындауға қатысушы, және осы 10 шақты жыл бұрын десек те болады, енді 7-8 жыл бұрын Action Research жобасының жетекшісі болды. Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінде өзі әрі практик маман ретінде Action Research жасады, және сол мектептегі мұғалімдерге жетекшілік етіп, шатаспасам, 10 шақты жобаны алып шықты мектеп атынан. Және Action Research жобасына қатысқан кезде бұл кісі Кембридж ғалымдарымен бірге жұмыс жасады. Сол жаққа барып біраз семинарларын оқыды, және яғни Кембридж ғалымдары мен жергілікті мұғалімдер арасын байланыстырушы маман ретінде қызмет атқарды. Сондықтан Нұрлыгүл Жүзбайқызын шақыруды жөн көрдім, себебі бұл кісіде әрі мұғалім ретінде, әрі координатор ретінде бұл кісінің несі бар, тәжірибесі мол. Енді жалпы вебинардың жоспарына келетін болсақ, 1 сағатқа деп жоспарлап отыр. Қазір 3-тен 10 кеткен кезде бастадық, 4-тен 10 кеткен кезде аяқтаймыз деп ойлаймын. Жалпы вебинардың қысқаша жоспарына келетін болсақ, мен өзім Action Research туралы қысқаша шолу жасаймын. Кейін спикерге сөз беремін. Ол кісі Action Research-тың құрылымы, жалпы қалай тақырып таңдау керек, мұғалімдердің зерттеулерін негізге ала отырып, соның практикалық жағын түсіндіретін болады. Егер даусым естілмей, немесе слайд қозғалмай жатса, чатқа жазып, немесе ескертулеріңізді сұраймын. Содан кейін әрине сұрақ жауап спикер көтерген мәселеге байланысты, және әдебиеттерді қайдан, қалай іздеуге болатыны туралы деректермен бөліскім келеді. Жалпы бүгінгі жоспар осындай. Енді қайталап айтып өтемін, бұл вебинарды жүргізіп жатырған Астана қаласының әдістемелік орталығы, Фейсбукта арнайы парақшасы бар, Фейсбук, Инстаграм, ТикТок, негізгі сайты Астана Modern Edu KZ деп аталады. Қандай да бір хат немесе мақалаларды жолдаймын десеңіздер, неде презентацияда көтерілген почтаға жіберуге болады, немесе телефон арқылы хабарласуға болады. Сондай-ақ Action Research жобасы туралы қысқа айтатын болсақ, осыған дейін Астана қаласы бойынша жобаны Аюбаева Назипа Алтынбековна жүргізіп келді, Share жобасы арқылы.
Енді Action Research жобасы жалпы білім саласындағы әртүрлі зерттеулер, айталық ол Action Research болуы мүмкін, ол өзге де докторанттар, магистранттардың зерттеулері болуы мүмкін. Әртүрлі зерттеулерді ұйымдастырушы, бағыттаушы ретінде осы зерттеу бөлімі айналысатын болады, және биылдан бастап зерттеу журналын енгізгелі отыр. Зерттеу журналының мақсаты бұл жерде ғалымдардың емес, педагогтардың, яғни педагог практик мамандардың өз зерттеулерімен бөлісуге мүмкіндік беру. Зерттеу журналы 3 тілде жүргізіледі: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Яғни кім өзіне қай тілде жазуды ыңғайлы көрсе, сол тілде жүргізіледі. Енді қысқаша ақпарат осы. Яғни бұл бір жағынан жақсы үрдіс. Яғни зерттеу тек қана ғалымдардың немесе бір университеттің, үлкен бір академиялық ұйымдардың айналысатын саласы ғана емес, практик мамандардың да айналысатын саласына айналып келе жатыр, және зерттеу бөлімі осы нәрселерді ұйымдастыруға қатысады алдағы уақытта. Енді жалпы Action Research деген не дегенге келетін болсақ, мен әдейі сапалық зерттеуді ашып отырмын. Түбірінен бастайын деп. Жалпы зерттеуді біз зерттеу әдістемесін екі топқа бөлеміз. Екеу, кейде үшеу: сапалық зерттеу, сандық зерттеу және аралас зерттеу. Mixed method дейді, аралас зерттеу. Сандық пен сапалық зерттеуді бірге қолдану. Сандық зерттеу ол көбірек анкета, тест өткізу, PISA, PIRLS, TIMSS, өздеріңіз білетін МОДО, тіпті ENT-ның да нәтижелерін талдауды сандық зерттеуге жатқызуға болады. Ол оқылым сауаттылығын анықтау тесттер арқылы, ол әртүрлі анкеталар. Аты айтып тұрғандай, сан деп аты айтып тұрғандай, бұл жерде респонденттердің көптігі өте маңызды. Не? Тенденцияларды көру үшін, басым бағыттарды көру үшін. Енді сапалық зерттеу жерде адам санының көптігі аса маңызды емес. Ең бастысы проблеманы, мәселені немесе құбылысты тереңінен зерттеу. Сапалық зерттеудің өзінің өз ішінен тағы да бөлінеді бірнеше зерттеуге. Бұл өмір тарихы, адамдардың, батырлардың, хандардың, тағы басқа адамдардың жеке өмірін зерттеу, ауызша тарих, белгілі бір оқиғаға байланысты, oral history дейді, белгілі бір оқиғаларға байланысты, айталық 90-шы жылдардағы жағдай, немесе белгілі бір тарихи жағдайларға байланысты адамдардың пікірін, ойларын, әңгімелерін жинап, сол уақыт немесе сол жағдай туралы белгілі бір жаңа ақпарат жинау. Нарративтік зерттеу бұл да жинақталған әңгімелер арқылы адамның жеке өмірін зерттеу. Этнография, өздеріңіз оны білесіздер, белгілі бір топты, олардың құндылықтарын, сенімдерін зерттеу. Case study, негізделген теория, ол яғни практикалық зерттеулер арқылы белгілі бір теорияны жасау. Феноменология, белгілі бір феномен, құбылысты зерттеу, және осы сапалық зерттеудің ішіне 3 тәжірибедегі зерттеу де кіреді. Action Research мұғалімдердің көбісі іс-әрекетті зерттеу деп алып жүр. Меніңше мына орыс тіліндегі исследование в действии немесе исследование практики деп алынып жүр. Мұғалім егер барлық зерттеулерді бүйтіп бір топқа жинап қарайтын болсақ, Action Research-тің басты айырмашылығы неде? Мысалы, сандық зерттеуді алайық, мына жердегі өмір тарихы, case study, әртүрлін алайық. Бұл жерде зерттеуші зерттейтін топты сырттай бақылаушы ретінде қатысады. Ол жерде болып жатқан құбылыстың ішінде жүрмейді ол. Құбылысты өзгертуге атсалыспайды. Ол бір сырттай бақылаушы. Case study, мысалы айталық, мектепте бір оқушылар арасында конфликт болды, буллингке байланысты. Сіз соны зерттейсіз, мұғалім оқушылардан сұхбат аласыз, ата-анасымен сөйлесесіз, тағы да басқа. Ал Action Research ол көбірек мұғалімнің өзі процеске қатысады, және өзі қатысқан процесті өзі зерттейді. Ол қалай жақсартып жатыр, қандай проблеманы көрді, қандай тәсілдерді қолданып ол ары қарай жақсартты деген секілді. Енді кезек күттірмейтін мәселені зерттеуге бағытталған деп жалпы анықтама берілген екен. Енді жаңа айтып өттім, сапалық зерттеудің
сандық зерттеуде негізгі ерекшелігі сандық зерттеу көбірек факторларды, бір фактордың екінші факторға әсері деген нәрселерді зерттейді. Мысалы, адамның, мысалы, оқу сауаттылығын алсақ, оқушының жаңағы ата-анасының жоғары білімді болуы оның оқу сауаттылығында күшті немесе әлсіз болуын, мысалы, фактор ретінде қызмет атқару мүмкін. Немесе оқушының әлеуметтік жағдайы оқу сауаттылығына қалай әсер етеді. Яғни бір фактордың бір жағдайдың екінші бір жағдайға әсері. Ал сапалық зерттеуде ол феномен. Мысалы, сіздің сыныпта бір оқушының мотивациясы төмен, математика пәніне қызықпайды. Неге ол қызықпайды, иә? Оған не әсер оны қалай мотивациясын оятуға болады? Деректерге көбіне шағын адам қатысады. Мысалы, интервью, сұхбат сияқты жүргізсек, әдетте бір 4-5 интервьюдан аспайтын шығар. Онда да бірнеше рет жүргізіп барып, детальді сипатталады оқиға, қай жерде, қалай, не айтты, оның ойы, тағы да басқа өте маңызды. Бұл жерде зерттеуге қатысқан адам, зерттеуді жүргізген адамның деректерді құрылымдайды, яғни барлық жиналған ақпараттарды белгілі бір құрылымға салады. Мысалы, мотивацияны алатын болсақ, оқушының ішкі мотивациясы, оқушының қабілеті, оқушының пәнге деген қарым-қатынасы, мұғалімге қарым-қатынасы деп, мысалы, деректерді жиналған сұхбат барысында, бақылау барысында жиналған ақпараттарды жинақтайды. Және өзінің субъективті рефлексиясын жазады. Ол оны қалай түсініп тұр? Себебі бұл зерттеуге қатысушы, бақылаушы мұғалім ғой, ол оны қалай түсінді жаңағы оқушының берген сұхбатынан немесе сабақтағы іс-әрекетінен деген секілді. Әдетте құралдары сұхбат, әңгімелесу, бақылау, яғни сұхбат жүргізу немесе әңгімелесу дейді. Бақылау, сабақта бақылау, немесе үзіліс кезінде бақылау, басқа құшылармен қалай жұмыс жүргізеді. Фокус топтар 7-8 адамнан аспайтын, мысалы, сыныптағы 7-8 оқушымен фокус группа жинап, солармен сұхбат өткізу. Мысалы, бұны қазір неге түсіндіріп отырғанымды айтып өтемін. Сонымен, Action Research өзінің табиғаты жағынан сандық зерттеуге қарағанда сапалық зерттеуге өте жақын. Сандық зерттеу ол бізге үлкен көлемді, әдетте сандық зерттеуді сауалнаманы қай кезде жүргізуге болады? Егер зерттеу мектеп көлемінде болса, қала көлемінде болса, бірнеше мектеп қатысқан болса, себебі респонденттердің саны өте маңызды. Ал енді сапалық зерттеуде олай емес. Бұл жерде адам санының көптігі маңызды емес. Бір 2-3 адамның жағдайы немесе бір кейсті алып зерттесең де тереңін, проблеманы тереңінен түсіну. In-depth analysis дейді, проблеманы терең зерттеу, терең талдау. Енді Action Research'тің өзінің анықтамасына келсек, іш тәжірибедегі зерттеу, яғни мұғалімдердің немесе білім беру ортасындағы өзге адамдардың нақты білім беру ортасы қалай жұмыс жасайды, ол мұғалім қалай сабақ беріп жатыр, оқушылар оны қаншалықты жақсы оқиды, сол туралы ақпарат жинау және өзінің әдістемесін жетілдіру. Яғни барлық жаңағы осыған дейінгі айтқан зерттеу әдістерін қарайтын болсақ, Action Research'та процеске қатысушы, белсенді қатысушы мұғалімнің өзі. Мысалы айтады, оның оқушылары эссені дұрыс жаза алмайды. Мұғалім бұл проблеманы жақсы біледі. Жаңағы оны талдауға болады ары қарай жаңа жұмыстары бойынша. Сосын жаңадан бір әдістерді әкеліп пайдаланады. Процесс жақсарды ма жоқ па, ол бақылайды. Яғни процесті жүргізуші де, оны сырттай бағалап сынаушы да, зерттеуші де мұғалімнің өзі. Мұғалім өз практикасын өзі зерттейді деген сөз. Негізінен бір сәттік мәселені шешуге бағытталған. Бұл енді оның барлық зерттеу түрлерінен басты айырмашылығы неге деген сұраққа жауап береді. Lesson study көбіне екеуінің арасын шатыстырады. Lesson study көбірек сабақты талдау, ол үлкен проблемаға шыға бермейді. Lesson study'ді мысалы жаңа сіздерге жоғарыда көрсетіп өттім, зерттеу құралдарына, яғни жатқыза бермейді. Ол кәдімгі сабақты талдау, сабақты жетілдіру. Ал бұл жерде Action Research бұл керісінше жаңағы белгілі бір проблеманы жалпы мектепте болсын, сабақта, пәнде болсын анықтау, арнайы бір әдістерді, тәсілдерді кіргізу, қалайда процесті жақсартуға ұмтылу, оның жасай ма, осыны қолданғанда жоқ па, соны көру. Енді қазір Нұрлыгүл Жүзбайқызы
кәдімгі мысалдар арқылы сіздерге түсіндіреді деп ойлаймын. Енді жалпы қысқа ғана, мен енді көп action researchқа көп тоқталмай, жалпы осы салада ғылыми еңбек жазғандар былай түсіндірейін. Мен енді практикасына терең кіру керек болғандықтан жалпылама айтып жатырмын. Мысалы, зерттеу, жалпы action research зерттеу ретінде алып өзіңе мақсат қойған кезде қандай сұрақтарға жауап беру керек? Осы жобаны жасау арқылы, мысалы action research'ті, мен өзімнің тәжірибемді қалай тиімді ете аламын, қалай оны жақсарта аламын, менің тәжірибем тиімді болу үшін, мен қолданған, менің практикам, менің әдіс тәсілдерім, соның тиімділігін арттыру үшін мен өзімнің педагогикалық практикамды қалай жақсарта аламын. Келесі, бұны барынша қалай мен әділ ете аламын, бұл тәжірибені қалай оны шынайы ете аламын, объективті ете аламын. Ол мен өзім жасаған нәрсені өзім шынайы бағалай аламын, қаншалықты мен дұрыс жасап жатырмын, мен сабаққа келген жаңа әдіс тәсілдердің барлығы бірдей тиімді жұмыс жасап жатыр ма, әлде мен өзімді жаман бағалағым келмей ма? Сондықтан қалай барынша мен әділетті боламын осы жерде, объективті боламын. Одан кейін сыныптағы айталық пәндегі жағдайды жақсарту үшін мен өз білімім мен ықпалымды қалай қолдана аламын, мұғалім ретінде қалай қолдана аламын. Осындай сұрақтарға жалпы action research жобасын бастаған кезде осындай сұрақтарға жауап беру керек екен. Енді мақсаты не деген кезде мәселені шешуде ұйым немесе жеке тұлғалар үшін олардың қолданатын ережелері, мектептегі процедураларға жақсартуға жаңағы белгілі бір ұсыныстар әзірлеуге. Яғни қазір тағы да бір нетіп өтейін. Яғни сіз сыныптағы айталық оқушылардың эссесін жақсарту, немесе оқу сауаттылығын жақсарту, сөздік қорын көбейту, көп қой бізде педагогикада проблемалар. Сол бойынша белгілі бір тәжірибені жасағаннан кейін, яғни практикаға жақсы бір әдістерді кіргізіп, зерттеп, оның тиімді екенін көргеннен кейін мен осы ұсынысты мектепке, немесе қалаға, немесе жалпы педагогикалық қауымдастыққа шығара аламын. Менде осындай жақсы тәжірибе бар. Менің зерттеуім бұл методиканың, әдістеменің жұмыс жасайтынын көрсетеді, тағы басқа. Енді бұл менің жалпылама шолуым болды. Неге десеңіз, мектептерге барып, мұғалімдердің жұмыстарын көріп жүрмін, семинарларға қатысып, action research бойынша. Сол кезде бір өзімде екі сұрақ туындады. Бұл жерде action research'тің мақсаты белгілі бір құбылысты, проблеманы, егер сапалық зерттеу деп басынан айттық қой, соған жатады негізі action research сапалық зерттеудің құралы деп. Егер біз оны құбылысты терең түсіну ме, әлде жоқ, біз педагог қауымдастығы ретінде практиканы жақсарту ма, біздің мақсатымыз не бұл жобаны жүргізгенде деп өзіме әдебиеттерді қараған кезде жауап іздеген. Шынымен де action research сол педагогикалық практиканы жақсартуға мүмкіндік беретін, және сол арқылы мұғалімнің тәжірибесін, кәсібилігін арттыруға мүмкіндік беретін жоба екен. Енді осы мен әзірге слайдты тоқтата тұрамын. Содан кейін қайттан жалғастырамыз. Әдебиеттерге шолу жасаймыз дедік, сұрақтар бір-бірімізге қоямыз дедік. Оған дейін тыңдау барысында өз сұрақтарыңызды чатқа жазып отырсаңыздар болады. Чатқа жазып, мен кейін спикерге бұл сұрақты қоямын. Қазір енді мен экранның демонстрациясын өшіремін және сөз кезегін Нұрлыгүл Жүзбайқызына беремін. Нұрлыгүл ханым, барсыз ба? Нұрлыгүл? Жақсы, бармын. Слайдыңды бөлісуге болады. Нұрлыгүл ханым, демонстрация экраны бердім. Сіздің енді сөзіңізді бөлмеймін, аяғына дейін тыңдаймыз, сосын кейін сұрақтар қоямын. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Ақсұлу Болатқызы. Бүгінгі басқосуға мені шақырғандарыңызға көп алдымен алғысымды білдіремін. Кешіріңіздер. Енді іс тәжірибедегі зерттеу жұмысы өте маңызды
жалпы іс тәжірибе зерттеу жобасы өте маңызды жоба деп айтып жатырмыз. Расымен де осы бір басқосуға, осы бір біздің жиналған осы жерімізге келген мұғалімдердің барлығы, осы ұстаздардың барлығы белгілі бір деңгейде өзгеріс енгізсем екен, білім саласын жетілдірсем екен деп осы салада жаңағы аянбай еңбек етіп жүрген мамандар болар деп өзім есептеймін. Өйткені осындай жобаны іздеп тауып келіп жаңа қосылып жатқандығын елеген кезде енді жаңағы бірталай кіріспе сөзінде әріптесім айтты, зерттеу жобасының маңыздылығы, бүгінде ерекше қолға алып жатқандығы, бұған дейін талай түрлі семинарда болғандықтарыңызды, сондықтан енді мен барымша теориялық тұрғыда ақпарат естіп жүрген болсаңыздар, мен қазір сіздерге өзімнің тәжірибем бойынша жаңағы іс тәжірибедегі кәдімгі мұғалім ретінде қалай жасағанымды айтып берсем, кішкене сізге жақынырақ тиеді ау деген ой болды әріптесім екеумізде. Енді осы бағытта сұрақтарыңыз болса, чатқа жазып отырыңыздар, естілмей қалса ескертерсіздер. Енді іс тәжірибедегі зерттеу жұмысы расында да бұл мұғалім бұл жобамен айналысатын болса, ұстаздық етемін әрі үйренемін деп келеді осы жобаға. Демек, өзі белгілі бір өзі үшін анықтаған проблемасын, тақырыбын жете зерттеп, осы бір мәселе тек қана менде ме, әлде өзгелерде бар ма? Егер де мен арқылы егер мен осы мәселемді шешсем, бәлкім мен секілді ізденіп жүрген ұстаздар да арамызда бар шығар деген ой туындап, кейін осы мәселенің шешімін тапқан жағдайда өзге әріптестермен бөлісетін болса, бір ғана өзі ізденіп, өзі тәжірибесін жетілдіріп қана қоймай, өзгелерге де тамаша әсер етіп, өзгелермен де тәжірибе алмасып, өзімен бірге басқа мұғалімдердің де өсуіне мүмкіндік жасайтыны анық. Демек, бұл бір ғана мұғалімнің зерттеуі деп қана тануымызға болмайды. Бұл бір ғана түрі, жаңа айтып өткенде, бір ғана мұғалім зерттейтін тақырып түрі болады, немесе жаңа топтық, немесе жаңа мектепішілік, мектеп көлеміндегі, немесе аймақтық деп осы түрлер бөлінеді. Яғни жеке немесе ортақ тақырып аясында белгілі бір тәжірибені жетілдіру, оңтайлы әдістемені анықтау мақсатында жүргізілетін тамаша бір жобаның бірі. Енді жалпы іс тәжірибедегі зерттеу жаңағы мәселесі енді кәсіби тұрғыда өсуге жетелейді деп айтып жатырмыз. Енді зерттеу мен кәсіби талдау ол мектептің алға басуына, жаңа өзіміз айтқандай мұғалімнің өсуіне бағытталады. Енді біріккен тәжірибелік зерттеу деп түрлері болады деп айтып жатырмыз. Жаңағы бір мәселені шешу үшін топтасқан адамдардың, факультеттің, кейде болады мектеп пен жоғары оқу орындарының мұғалімдері бірлесуі мүмкін, немесе бір пән емес, бірнеше пән аясында ортақ тақырып анықталуы мүмкін, немесе мына сөздік қорды меңгерту, қазақ тілінің мәртебесін арттыру жағдайында, мысалы біздің тәжірибемізде бар, тек қана қазақ тілі мамандарына ғана теліп қоймайды, бұны басқа тарих, география, басқа пәндердің мамандары да осы міндетті атқарысуға көмектесіп, өз пәндерінде кіріктіріп жататын кез болады. Осындай бағытта немесе жалпыға ортақ бір оқушылардың қызығушылығы төмендеген жағдайда, немесе мұғалім мен оқушының арасындағы бір жаңа түсінбеушілік болған жағдайда деген сияқты әртүрлі тақырыпты ала беруге болады. Қазір мен сізге белгілі бір пән аясында үлгілерді, мысалдарды көрсететін боламын. Енді зерттеу жобасының жалпы кезеңдері болады. Бұл бірнеше кезеңнен тұрады. Осы зерттеу жобасымен айналысқан кездегі ең мұғалім үшін күш түсіретін кезеңі деп айтсам болады, бұл зерттеу тақырыбын анықтау. Зерттеу тақырыбын анықтаған кезде расында да біздер не күрделі тақырып алып қоямыз. Кәдімгі өте қиын, бір зерттеудің аясында бірнеше зерттеу, бірнеше бағытта анықтайтын мәселелер туындап жатуы мүмкін. Сондықтан тақырып аясын нақты, шағын алу өте маңызды. Осы тұрғыда енді зерттеу тақырыбын анықтауға байланысты көптеген жаңағы жайттар бар, есте сақтайтұғын, бір ескеріп жүретұғын. Мысалы, зерттеу тақырыбын таңдауда жоғары деңгейлі сауал қойылуы тиіс, сұрақтың жауабы я немесе жоқ болмауы тиіс дегендей. Тақырып болатын сұрақты қарапайым тілмен жазу, біздер әлгі түсінік қалыптасқан, бізде ғылыми жұмыс, диссертация жазған кезде де кейбір ғалымдар айтып жатыр, қарағым, мен түсінетін тілмен жазшы деп. Біздерде түсінік қалыптасқан, егер ғылыми тілмен өте күрделі оралымдарды қолданып сөйлейтін болсақ, бұл кісінің ғылыми деңгейі жоғары, ойлау жүйесі
жүйесі жоғары, бұл кісінің дәрежесіне жету қайда деген сияқты түсінік қалыптасады, біз көп нәрсені түсінбей отырсақ. Бірақ соны қарапайым тілмен, барлық ұстаз түсінетіндей тілмен жазғанымыз орынды екен. Немесе жаңа қоятын сауалдың мазмұнды болуы. Енді осы жерде бір қызықты бір жайт бар. Шетелдіктер, жаңағы өзімнің шетелдік әріптестерімнен байқағаным, ол кісілер айтады, бізге ыңғайлы белгілі бір зерттеу тақырыбын сұрақ түрінде алған ыңғайлы деп жатады. Ал біздер оны сұрақ түрінде емес, кәдімгі жай ғана хабарлы сөйлем түрінде алып жатамыз. Әрі қарай әлі жауап табылмаған зерттеу тақырыбы болуы тиіс, міндетті түрде. Ол жаңағы зерттеліп жатқан, немесе оның тақырыбы, жаңағы оның жауабы жалпы негізі анық, тек дәйектеуді қажет етіп тұрған болса, ондай тақырыптарды жалпы алмаған дұрыс. Енді одан басқа осы орайда айтып кеткім келеді, менің тәжірибемде мынандай болды. Біз 1 жылдық 10 ай бойына Назарбаев университетінде білім жетілдіруде оқыдық. Сол кезде ең алғаш осы зерттеу жобасымен танысқан болатынбыз. 100 мұғалім, біз 100 тақырып алып, осы жобамен жұмыс жасадық. Сол кезде менің тақырыбым болжау стратегиясын жалпы қазақ тілі мұғалімдері көп біле бермейді деген желеумен таңдалған болатын. Осы бір мәселені алып, өзімнің жаңағы кураторыма айтқанымда, ол кісі маған жақсы, тақырыбыңыз жақсы, сіз өзіңіз сенімдісіз бе, өзіңіздің тақырыбыңыз маңызды екен. Егер осы жобаны сіз зерттеп аяқтайтын болсаңыз, ұстаздар қауымына соншалықты пайда келетініңізге сенімді болып тұр екенсіз, дегенмен де мен сізден талап еткім келеді, сіз оны дәлелдеңіз. Қаншалықты осы тақырып қазіргі уақытта күйіп тұр, расында да сұранысқа ие екен, дәйектеңіз деді. Осы тұрғыда мен 100 еліме қайтып, 100 мұғалімге сауалнама жүргіздім. 100 мұғалімге осы болжау оқу стратегиясы бойынша 5 сауал, көп сауал алуға болмайды, 4-5 сауал жеткілікті деп есептеледі. Бірақ осы жерде ең маңыздысы, біз сауалды дұрыс қоя білуіміз керек екен. Жаңағы таңдаған 5 сауалымыздың өзі көп нәрсеге татитын, көп нәрсенің бетін ашатындай етіп, ақылды құрастырылуы керек. Міне осы тұрғыда мен сауалнама жүргізіп келдім 100 мұғалімнен. Содан кейін анықтадым, тек қана мұғалімдер арасында сабақтың тақырыбын болжау, немесе мәтін оқыған кезде мәтіннің тақырыбына қарап болжау, немесе мәтіннің соңын болжау деген сияқты ғана түрлері мәлім. Мұғалімдер арасында басқа түрлері белгісіз, басқа үлгілері қолданылмайтынын анықтадым. Осылайша мен өзімнің жетекшіме осы жобаның маңыздылығын дәйектеп, осы жобамен айналысқым келетіндігін айттым. Осылайша тақырыпты таңдаған болатынмын. Әрі қарай тақырыптың шұбалаңқы болмағаны дұрыс деп жаңа айттым, өте шағын, жинақы болғаны дұрыс. Келесі тақырыпта ақпарат жинай алатыныңызға сенімді болуыңыз керек. Егер де сіз зерттейтін тақырыбыңыз тұрғысында ақпарат тапшы болатын болса, сізге өте қиын тиюі мүмкін. Сондай-ақ тақырып 2-3 бағананы бермейтіндігіне көз жеткізу керек. Мысалға, тиімділігін арттыру ма, дамыту ма, әлде жетілдіру ма, тағы басқа. Сондықтан осы орайда да кішкене тақырып таңдағаныңызда жете көңіл бөлген дұрыс. Ары қарай зерттеу тақырыптары жалпы мынадай бағыттарда болып келуі мүмкін. Ол жай сіздерге ой тастау үшін болашақта тақырып таңдай алмай жүрген болсаңыз, бағдар беру мақсатында ғана ұсынып отырмын. Оқушылардың білім жетістігі, онда оқу үлгерімі, сабаққа деген қызығушылығы тұрғысын алуға болады. Немесе оқу бағдарламасы тұрғысында сіз тақырып таңдай аласыз, оқу материалының тиімділігі, мемлекеттік стандартына жаңа сай болуы деген секілді. Нұсқау, оқыту стратегиялары мен технологиялардың тиімді әрі орынды қолданылуы. Келесі, мұнда мектептегі ахуал, мұғалімдердің жалпы өз жұмысына деген ынта ықыласын, өзінің қажет сезінуі орын алып жатыр ма, жоқ па, мектеп басшылары мен мұғалімдер арасында қарым-қатынас қаншалықты жақсы, осы тақырыпты алуға болады. Бұл әдетте мектеп жаңағы басшылығында жүрген мамандарға жарамды болып келеді. Сондай-ақ ата-аналардың мектеп өміріне тартылуы, мектеп өміріне жауаптылығын сезінуі, шараларға қатысу деңгейі деген сияқты жаңа бағыттарда. Одан әрі зерттеу тақырыптары туралы ойлағанда төмендегілерді басшылыққа алсаңыз болады. Мысалы, мен өзгерткім келетін бір жайт, ол өзіңіздің тақырыбыңыз. Осы сөйлемдерді алып, көптіктен орнына белгілі бір мәселелерді қойсаңыз, кішкене ойлана аласыз. Мен өз тәжірибемді
мынадай тұрғысында жетілдіре түсуім қажет. Яғни сізде белгілі бір өзіңіз білетін, өзіңіздің ішіңізде өзіңізге ғана анық бір мәселе бар. Міне осыны қалай жетілдірсем болады деп ойлануыңыз мүмкін. Немесе менің оқушыларымның басым көпшілігіне қажет. Не нәрсе қажет? Мәселен, біреулердің сыныбында ың мен ны айыра алмайтын оқушылар көп болуы мүмкін. Сондай жағдайда осы мәселені қалай шешсем болады? Қалай мен қысқа уақыт ішінде осы балаларымды теңестіре аламын деген ой келуі мүмкін. Осы тұста айта кеткім келеді, және тәжірибедегі зерттеу жұмысы ол мерзімі бір сабақ көлемінде де бітіп қалатын кездер болады, немесе белгілі бір айдың шеңберінде бітуі мүмкін, немесе ол бір жылға созылуы мүмкін. Яғни оның кезеңдерін қазір айтам, бірнеше айналымнан тұруы мүмкін, немесе бір ақ айналымнан тұруы да мүмкін. Сондай ақ неліктен белгілі бір мәселе оқытуда өте маңызды. Мәселен, мотивацияда, мәселен, тағы не, оқушының қажеттілігін ескеру оқытуда өте маңызды. Немесе класстағы жаңағы класс менеджмент дейді ғой, классрум менеджмент, мектептің ішіндегі оқушыларды жаңағы ұйымдастыру, сабақ өткізу барысында қалай отырғызу керек, қалай кіммен кімді жұптастыру керек. Шахмат секілді бізде мұғалімдер оны үйден ойластырып, кім кіммен отыру керек, қай тапсырманы орындағанын ескеріп, оны алдын ала суретін салып, дайындалып келу міндетті. Біз жай ғана топтық жұмыс, жүзеге асу керек деп, кейде балаларды жаңа бет алды бөліп жалататын жағдайымыз болады. Сондықтан міне осындай дүниелер тұрғысында бәлкім маған әлі де іздену керек шығар, білім жетілдіру керек шығар деген нәрсе тұрғысында ойлану керек. Оқушы үшін зор маңызға ие орта, ол қандай орта? Мысалға осындай бір мәселелерді сұрақ төңірегінде ойлансаңыз болады. Енді мынау сізге жай ғана үлгі, тақырып таңдаған кезде енді осы өте ең қиын тұсы, бір сондай өтетін кезең, қиын өтетін кезең деп айттым. Сол себепті сізге бірнеше үлгісін немесе таңдауға кішкене болса да сізге практикалық тұрғыда көмек тиер деген мақсатта ұсынып отырмын. Мынау мысалы ағылшын тілінде мынадай кеңес айтар едім. Сіз өзіңізді мазалайтын бірнеше сұрақтар болуы мүмкін, иә, сізді мазалайтын әдістемелік бағытта ұстаз ретінде. Сіз өзіңізге жаңағы маза бермей жүрген тақырыптарыңызды осындай кестен алып, сол кестеге орнатсаңыз болады. Мынау ағылшын тіліндегі белгілі бір мұғалімнің жаңағы сұрақтары, проблемалық немесе зерттегісі келетін сұрақтар, өзіне аса қажет деген. Ал менің жағдайымда деп алайық, мына жерде менің жағдайымда деп қазақ тілі маманы ретінде алатын болсам, мына жерде көрсеңіз, оқушылардың мотивациясын қалай көтеруге болады сабақта, оқушыларды кітап оқуға қалай ынталандыру керек, оқушылардың айтылым дағдысын қалыптастырудың жолдары қандай, оқушылардың сөздік қорын қалай молайтуға болады, мына зерттеушілік қабілетін қалай дамытсам болады, оқушылар өздерінің жүйелі баянда ойын жүйелі жеткізе білуіне қалай әсер етсем жаңағы болады деген сұрақ болса, ұтымды жинақы жеткізу тәсілдері қандай ойды, немесе топтық жұмысты сауатты ұйымдастырудың жолдары қандай, оқушы қатесін қалай түзеу керек, сабақ мазмұнын құрастыруда оқушы қажеттілігін ескерудің маңызы, өзін-өзі түзету мен бірін-бірі түзетудің маңызы неде, немесе көмектерді қолданып оқыту оқушыға не береді деген сауалдарды мысалы мен мысал ретінде сол сіздің семинарыңызға дайындалу барысында жай ғана өзімнің ішімде жүрген дүниелер, соны төге салдым. Байқасаңыздар, дәл осылай сіздер де осындай қадаммен өздеріңіздің сұрақтарыңызды осындай кестеге салып алыңыздар. Одан кейін осы тақырыптарды сіз топтастырыңыз. Демек, осыларды топтастырған кезде тақырыпша мен міне қоңырлардың барлығы, міне 4-еуі қоңыр, мінекей 5-еуі байқасаңыз жасыл, көкпен, жаңағы күлгін түспен, қою қоңырмен, мысалға сарғыш қоңырмен, былай түстермен анықтап алдым. Демек, осылардың ішінде ең маңыздырақ қай топтағы тақырыптар маған маңызды, соны бұл енді сізге зерттеу тақырыбын аясын тарылтуға мүмкіндік береді. Бұл сурет арқылы қарасаңыздар. Келесі зерттеу жобасының енді кезеңдері дегенде мына мысалы біз манағыдай бояған тұстардан 3 тақырыпты алсақ, мысалы өзіне деген сенім, өзіне талап қоя білу, тиімділікті арттыру деген үлкен мәселелерді алып, соның ішінен мысалы зерттеуші адам сабақта оқушылардың өзіне деген сенімін қалай арттыруға болады деген әдемі зерттеу тақырыбын құрастыра алған. Байқасаңыздар. Міне осылай айтып тақырыптарыңызға аман-есен тақырып таңдауға жетуге болады. Ары қарай келесі, мына жерде менің экраным сізге кезелтіп келіп тұрған жоқ екен. Бірінші, мынау сізде сызба түрінде түсіндіргім келіп тұр. Жаңа бірінші айттық тақырып таңдау дедік, е? Содан кейін барып біз екінші кезеңге ойысамыз, ол жоспарлау. Жақсы тақырып таңдаған екенбіз. Енді ол тақырып
енді біз дәйектеуіміз керек, бұл тақырыптың маңыздылығын манағы мен секілді дәлелдеуіміз керек қой. Енді осы тұрғыда біз не істейміз? Бірінші жоспар құрамыз. Жоспарлағанда ол жоспарға не кіреді? Ол жоспарға біз сұхбат жүргіземіз, зерттеудің құралдарын анықтауымыз керек болады, зерттеудің аясын, жаңағы нысандарын анықтау керек болады. Қай сыныпты таңдайсыз? Екі параллель сыныпты аласыз ба, әлде бір сынып көлемінде ғана ма? Немесе мекеме болса екі түрлі мекемені алу керек болады. Енді жаңағы зерттеуіңіз кішкене объективті болу үшін, иә. Сондай ақ зерттеу құралдары, ол құралдары немене? Сұхбат жүргізесіз бе сіз? Бұл жерде енді сұхбаттың артықшылығы, кемшілігі деген нәрсені де айта кетейін. Ол сұхбат, бақылау, сауалнама, зерттеу күнделігі, тағы басқа дүниелер осы зерттеу құралдарын қамтиды. Енді бұның ішінде сұхбатқа тоқталсақ, сұхбаттың артықшылығы да кемшілігі де бар жалпы. Енді сұхбат берушіде жаңа оқушы қымсынбай жауап береді, иә, жеке сұхбат алатын болсаңыз. Ал егер топта отыратын болса, енді кішкене қысылып, оқушы ашылып айта алмауы да мүмкін. Жалпы енді сіз үшін кемшілігі қандай? Сіз үшін кемшілігі бұл, оны ұзақ қағаз бетіне түсіресіз, ал артықшылығы енді көп мәлімет алатын боласыз, иә, сұхбат жүргізсеңіз. Келесі енді бұдан кейін бақылау. Бақылау кезінде жалпы мына жерде сұхбатқа байланысты айта кетейін тағы да. Сұхбат беру барысында сұрақ әзірлеуде адамның жанына тиетін, немесе ұлтына, нәсіліне тиетін сондай нелерді бермегеніңіз дұрыс, сұрақтарды құрастырмағаныңыз дұрыс. Микрофон сөніп тұр, Нұрлыгүл. Микрофон сөніп тұр. Нұрлыгүл, микрофоның өшіп қалды. Иә, мен үзіліс алдым, кешірім өтінемін. Әрі қарай келесі, жаңағы тағы да сұхбатқа байланысты айтқым келгені, дайын сұрақтарды жақын таныс бір адамға қойып, тесттан өткізіп алғандарыңыз орынды болады негізі. Енді жалпы сұхбатты қағазға түсіру міндетті емес, кейде оны таспаға жазып, сосын кейін таспадан тыңдасаңыз да болады. Сілтемені таспаға сілтеме жасауға да болады екен. Енді бұл шетелдік әріптестеріміз осылай үйренген, бізде әлі де біз оны стенограмманы түсіріп жатамыз. Келесі құрал ол бақылау дедік. Бұл бақылауда да мынадай бір ескеретін жайт бар. Сабағыңызды жаңа бақылаушы зерттеу сұрағын жете түсінетін болу керек. Мен сіздерге айтуға жаңа ұмыттым ау деймін, сыни дос болу керек сізде. Зерттеу әрекетімен айналысатын болсаңыз, яғни сіздің тақырыбыңызды өте жете жақсы түсінетін адам сізге сыни дос болады. Яғни сіздің дұрыс емес екеніңізді дәйектеп, ақылдасып, кейін сабағыңызды бейне материалға түсірсеңіз, соны бірлесіп отырып талдайтын, ерінбей сізге жанашыр болатын сондай адамды сіз сыни дос ретінде таңдап алсаңыз дұрыс болады. Осы кезде сіз сабағыңызды жаңа бақылаушы ретінде осы кісіні ала аласыз, өзіңізбен бірге сабағыңызды бақылау ісіне қатыстыра аласыз. Жалпы енді бақылаушыға жетелейтін сұрақтарды, ол кісіге назар аудару тиіс тұстарды алдын ала беріп қойғаныңыз орынды болады. Сондай ақ жаңағы сабақтарыңызды, зерттеу сабақтарыңызды бейнетаспаға түсірсеңіз, кейін қайта оралып, бірлесе талдаған кезде, талас болған кезде анықтауға мүмкіндік болады, белгілі бір проблеманы немесе шешуін табуға көмектеседі. Одан әрі сауалнамаға келсек, енді бұнда кемшілігі адам жалпы сауалнамаға жауап беріп отырған адам көп жағдайда дұрыс сұрақ түсінбей қалатын жағдайлар көп кездеседі. Және жаңағы сұрақ құрастырған кезде өте сауатты болу керек оған сұрақ құрастыруға. Неліктен, қашан, неге, жаңағы қандай жолмен деген сұрақтарға жауап беретіндей тұрғыда құрастырылғаны жөн. Сондай ақ сұрақтардың саны көп болмасын деп айтып өтілді. Және сауалнаманың жоғарғы тұсында жалпы оның мақсаты, не үшін берілгендігі, және ол кісіге келіскеніңіз үшін алғысымды білдіремін деген ақпарат берілгені дұрыс. Және соңында міндетті түрде сиқырлы сөз, рахмет айтуды ұмытып кетпесеңіздер болғаны. Енді сондай ақ айттық, зерттеу жұмысында осы жобада сізге дәйектеме ретінде күнделік, зерттеу журналдары, оқушылардың жазба жұмыстары, осылардың барлығы сізге зерттеудің жаңағы құралдары, жаңа дәйектейтін дүниелер болып табылады. Сабақ жоспарларыңыз да, мына студенттердің жаңағы оқушылардың еңбектері де айттық, сізге кәдімгідей мысал ретінде, дәйек ретінде қызмет ететін болады. Әрі қарай енді осы бір дүниелерді анықтап алғаннан кейін, сіз осы дүниелерді құрастырып болғаннан кейін, белгілі бір ақпаратты жинап алғаннан кейін, сіз келесі кезеңге өтесіз. Ол келесі кезеңде әрекет ету деп аталады, алдарыңызда суретте көрсетілгендей. Одан әрі әрекет еткен кезде сабақ ұйымдастырасыз. Әрекет ету үшін ол сабақты жаңа сыни досыңызбен бірге отырып бақылайсыз. Одан ары қарай ойлану, отырып рефлект дейді ғой, жаңа өзінің барлық өткен кезеңдеріңді, қадамдарыңды сыни жаңа бағалап,
қандай жаңағы нәтиже шығару, алдағы жұмыстың жаңағы кезеңдерін, бағытын анықтау жұмыстары жүргізіледі осы кезеңде. Енді айтып өттім, жаңа бір ғана айналымда аяқталатын зерттеу жобасы болады, немесе бірнеше айналымнан тұратын болады. Егер де осы бірінші айналым өткеннен кейін, мен мына жерде қателесіппін, мен бағытым дұрыс емес екен, мен келесі айналымда осыны түзетіп қайта баруым керек деп жүргізуіңіз мүмкін. Немесе бір мәселені анықтағаннан кейін келесі мәселе анықталуы сұранып тұратын сәт болады. Сол кезде сіз келесі айналымға өтесіз, жоспарыңызды қайта қарап, қорытынды шығарып, қайтадан әрекет ету, бақылау, ойлану кезеңіне ары қарай өтетін боласыз. Келесі, так, жүрмей қалды. Іс тәжірибелік зерттеу жобасын жазуда жалпы бағдарға алатын құрылым бар. Бұл құрылым жаңа кіріспе, әдебиеттерге шолу, кәдімгі диссертациялық жұмыс секілді, немесе әрқайсыңыз университетте жүргенде дипломдық жұмыс жазған боларсыздар. Осы секілді құрылымдар болады. Жаңа сіз әрекетте күнделікті сабақта әкеліп барлық жұмысты орындап жүрсіз. Енді бірнеше айналым өтті. Содан кейін сіз жалпы отырып, сіз осы дүниені қағаз бетіне түсіруіңіз керек, зерттеу жұмысы ретінде. Сондықтан жалпы бұл жұмысқа кіріспес бұрын жоспар құрған кезде сіз әдебиеттерге шолу кезеңнен жалпы негіз өтесіз. Осы мәселені шешу үшін көптеген дерек көздерге сүйеніп білім жетілдіресіз. Онсыз болмайды, соның негізінде ғана сіз белгілі бір әрекеттерді жүргізу керек болатын анықтайсыз. Өз алдыңызға белгілі бір кедергілерге ұшырайсыз, соны шешу үшін нұсқаулар аласыз. Міне осы бағытта енді осы басып өткен жолдың барлығын енді қағаз бетіне түсіру керек. Бұл кезде сіз кіріспе, әдебиеттерге шолу, кіріспеде енді бұл тақырыпты не үшін таңдадыңыз, бұл тақырыпты таңдаудағы мақсат міндетіңіз, осы жобаны аяқтағаннан кейін сіз қандай нәтижеге қол жетемін деп ойлайсыз, қандай мәселені шешемін деп ойлайсыз, осы тұрғыда жазасыз. Келесі әдебиеттерге шолу, осы тақырып аясында сіз қандай әдебиеттерді қарадыңыз, кімдердің еңбектерін басшылыққа алдыңыз, сізге бағдаршам болған қандай жұмыстар, сол туралы сөйлейсіз. Бұл жерде ескеретін жайттар бар, жаңағы әдеби шығарма кісілердің сөздеріне сілтеме жасаған кезде адалдықты сақтау, жаңағы сілтемені дұрыс көрсету деген секілді дүниелерді ескеруіңіз қажет. Енді мысалы, мен өзімнің мысалым ретінде, енді мектепке келген кезде, осы жобаның үйлестірушісі болып жүрген кезде, енді біздің тарихымызда осындай бір кезең болды. Көп мектептер қорқып, біреу екеуден байқап көру мақсатында алған, бірақ біз көзді жұмып 11 жобаны бірден қолға алған болатынбыз. Соның ішінде бізде 7 жобамыз сәтті шықты деп айта аламын. Міне сол кезде біздер мультфильмнің білім беруде қолданылуы, яғни мультфильм арқылы оқушының сөздік қорын қалай байытуға болады деген тақырыпты алған болатынбыз. Сол тұрғыда мысалға мен әдебиетке шолу жазған кезде осындай 3 түрлі бөлімдерге бөліп жаздым. Мультфильмнің білім беруде қолданылуы, қандай ғалымдар, қандай әдіскерлер осы туралы жазған, немесе екінші тілді үйретуде жаңа сөздерді меңгертудің жолдары, осы жаңа сөз үйрету барысында мультфильмдерді қалай қолдану керектігі туралы кімдер зерттеу жасаған, мен сияқты талпыныс жасаған кісілер болды ма, сол кісілердің еңбектерімен танысу, іздеп жүріп, және жаңа сөзді мультфильм арқылы үйрету қалай үйреткен, жаңа айтып өттім. Осындай тақырыптарға жіктеп тапқан ақпараттарымды осы жоспарменен жазып шықтым. Енді сабақтың дайындалу тұрғысы, бұл енді жаңа lesson development деп аталады ағылшын тілінде. Бұл жерде өткізілген сабақтардың талданып жазылуы жақсы. Сіз теориялық тұрғыда өзіңіз шолған әдебиеттердің негізінде ізденістеріңізді жаздыңыз. Енді сабақтың жаңа дайындалуы, қалай сіз сабақты құрастырдыңыз, және сабақты қалай өткіздіңіз, сабақ барысында қандай елең еткізетін оқиғалар орын алды, сіздің зерттеу тақырыбыңызға сай тапсырмалар қайсысы болды, қандай болды, және ол сіз ойлағандай дәрежеде сізге қызмет етті ме, сізге белгілі бір дәрежеде ақпарат бере алды ма, немесе сіздің болашақтағы жұмысыңызды жетілдіруге бір жаңағы мұрындық болды ма деген секілді талдауларыңыздың барлығын сөйлетіп, осы сабақтың дайындалуы деген үлкен бөлімге жазатын боласыздар. Бұл жерде жаңағы бүкіл талдау жұмыстары жазылып болғаннан кейін барып, сіздер осының соңына қосымша ретінде сабақ жоспарларын тіркейсіздер. Жаңағы қорытынды жазылады, онда жаңа reflection дейді,
өзіңіз осы жобаны қолға алған кездегі күткен нәрселеріңіз не еді? Жалпы жобаның соңында қандай әсер алдыңыз? Қандай жағынан білім толықтырдыңыз? Қай бағытта әлде жетілем деп ойлайсыз? Болашақтағы жоспарыңызды осы жерде көрсетсеңіз болады. Үлкен дүние емес, бір бет артық кеткен кезде жазсаңыз болады, иә. Ары қарата енді айттық, жаңа қорытынды кетті дедік, қосымша тіркеледі және пайдаланған әдебиеттер тізіміменен сіздер үлкен жобалық жұмысыңыздың жаңа безендірілуін аяқтайсыз, иә, рәсімделуін аяқтайсыз. Келесі. Нұргүл ханым, осы жерде сұрақ қойып кетсем бола ма? Мгм. Жалпы action researchқа қанша сөз жазу талап етеді, қанша бет? Мысалы, магистрлік диссертациялар әдетте 12.000, 15.000 сөз деп талап етіледі ғой. Бұл жерде ондай көп талап етілмейді, жалпы. Жоқ, ондай көп талап етілмейді. Енді өте үлкен, күрделі, сондай үлкен жоба десе, мен жалпы кездестіргенім, бізге үлгі ретінде көрсеткендері бір 50 беттен аспайтын шығар. Көп жағдайда орта есеппен 12 беттік те болды менде жоба. Енді ол зерттеу аясының үлкен немесе жаңағы тар болуына да байланысты болып келеді. 30 беттік болады мысалға, 12-15 беттік дүниелер көп жағдайда менде 5 жұмыс солай болды. Қалған 3 жұмыс 32 беттен, сол 40-тың айналасында болды. Енді көп жаздық ол кезде. Ондай көп дүние жаңа қажет емес, тоқтатыңыздар деп айтып жатады. Ол біздің ұлттық бір ерекшелігімізде шығар. Жалпы енді сөз санымен санадым деп айта алмаймын. Ондай сұрақты шынымды айтсам қоймаппын. Бірақ бет көлемінде айта аламын. Келген жұмыстарды, жазылған жұмыстарды, қолыма ұстаған дүниелерді көргенімде осындай бір шағын көлемде ұсынылады. Бұл енді мұғалімдердің деңгейінде жазылатын жұмыс деп қарау керек деп. Енді болашақта action research жалпы жұмысы үлкен диссертациялық жұмысқа ұласуы мүмкін, әбден мүмкін, және оның құрамдас бөлігі болып табылатыны рас. Бұл енді педагогикалық тұрғыда жазатын ғылыми жұмысқа айналдырам деген мақсат болатын болса, тіптен тамаша еңбек болады. Ары қарай оқушылардың енді зерттеу бөлігін жазған кезде ескеретін нәрсе, оқушылардың аты жөнін әріппен таңбалау, құпия ұстау, иә. Әдебиеттерден алған сілтемелерді дұрыс көрсету, яғни академиялық адалдықты мана айттым. Сенімді дерек көздерге сүйену. Енді біздің жағдайымызда әлі жүзеге аспаған, шетелдік дәрежеде біз көп жұмысымызды ағылшын тілінде баяндадық, ағылшын тілінде жаздық. Ағылшын тілін сайттарын зерттейтін болсаңыз, онда оқитын мақалаларға жұлдызшалар қойылады. Көп қолданылатын, көп оқылатын немесе аз оқылатын мақалалардың өзінің таңбасымен, жұлдызшалармен таңбаланып тұрады. Соған орайда сіз ол дүниенің сенімділігін, сенуге тұратын ақпаратты жаңағы қамтитындығына көз жеткізе алып сенімді бола аласыз. Сондықтан біздің жағдайымызда енді қазақстандық деңгейде әлі біздің ғылыми жұмыстарға ондай баға немесе олай классификация жасап орнату ғаламторға қолға алынбаған. Сондықтан енді бізге танымал ғалымдардың еңбегі деп сүйену немесе жаңа нақты журналдарға сүйенген дұрыс болады. Ары қарай перефразалау тәсілдерін меңгеру, енді оған мықты қарайды шетелдік әріптестер өздерінің жағдайында. Біздің жағдайымызда да мысалға әдемі жеткізу керек болады, мысалға өзінің жаңа талаптары бар. Қорытындыларды графиктік үлгіде ұсына алу өте ұтымды ойды жеткізудің амалы болып табылады. Енді сыни доспен сабақ жетістігін талқылау деп мана айтып өттім. Ары қарай зерттеу жұмысымен бөлісудің жолдары жалпы ол мақала жариялау, семинарға қатысып тәжірибе ұсыну, постер болуы мүмкін, видео әзірлеу болуы мүмкін. Қазір мен сіздерге бірнеше постердің үлгісін көрсететін боламын. Оқу құралын жазуда пайдалану, жалпы осы зерттеу жобаңыздың еңбектерін қандай да бір оқу құралы ретінде ұсынып таратсаңыз да болады. Тәлімгерлік қызметте пайдалансаңыз болады. Демек, күнделікті жасап жүрген зерттеу жұмысыңыз сіз үшін талай жаңағы еңбек ететін болады. Үлкен, көп дүниелердің жаңағы жүзеге асуына мұрындық болатын болады, иә. Енді мына жерде сіздерге айттым, мынау постердің үлгісі, мынау бір тамаша жұмыс, мына топтық жұмыс үлгісі болады деп айтып өттім. Соның мысалы ретінде ұсынайын деп отырмын. Мына жерде шетелдік әріптестер жалпы жаңағы жұлдызға жақындау деген мектеп жобасын жүзеге асырған екен. Дәл бүгін өзімнің әріптесіммен де кеңестім, мектепте жұмыс жасап келген. Мысалға сыныпта мотивациясы түсіп кеткен, немесе белгілі бір емтихан кезеңіне дайындалғаннан кейін оқушылардың қызығушылығы басылып қалады, денсаулықтары нашарлап кетуі мүмкін, көңіл күйлері пәс болып түсіп кетеді. Сондай жағдайда жалпы мектеп болып оған үлкен назар аударуымыз керек. Көп жағдайда ол мектептің жаңағы осындай проблема бізде бар дейміз де сонымен шектеліп қалып қояды. Бірақ бүгін әріптеспен сұраймын, сіз маман ретінде, ұстаз ретінде не істедіңіз дегенде, ол кісі қатты қуантқаны, ол кісі сол тығырықтан шығудың амалдарын
ақпаратын өз бетінше іздеген, өз бетінше оқушыларды қызықтыратын, назарын басқа нәрсеге ауыстыратын тақырыптарда келіп жаңағы сол белгілі бір кезеңде оқушыларға бір белгілі бір жаңағы дем беру үшін сондай жұмыс түрлерін ұйымдастырған. Сондықтан мінекей мына шетелдің үлгісіндегі жоба мектеп көлемінде сондай бір оқиға болған. Сол анықталған, осындай проблема бар екен, оқушылардың белсенділігі күрт төмендеп кеткенде міне осындай жобаны алған, белгілі бір және жобаны оқушылардың өздері таңдауына мүмкіндік берген. Әркім өзінің қызығушылығына байланысты белгілі бір жобаны таңдап, мына алдарыңызда мысалы пакеттен немесе пластик бутылкалардан белгілі бір адамның бейнесін жасау, тағы басқа кімге қандай тақырып қызық, сол тақырыпта еңбектенуіне рұқсат беріп, сол адамдарды бақылаған 11 сынып оқушылары 57 адамнан тұратын осы жобаға қатысқан екен. Соңында өте тамаша нәтижеге қол жеткізген. Мектепте белгілі бір серпіліс, белгілі бір оқушылардың көздерінде от пайда болып, сабақтың сапасы, сабаққа қатысымдылық артып, оқушылардың білімі нығайып деген сияқты үлкен жетістікке қол жеткізген екен. Мінекей осындай жобаға мектеп әкімшілігі ерекше ден қойып осы жұмысты алған. Міне осылай мектептеріндегі барып мәселені шешуге тырысқан. Енді мына жерде мәселен өзіммен бірге иық тіресіп жұмыс жасаған тамаша ұстаздарымыздың еңбектерін ұсынып отырмын. Мына жерде орыс тілі мамандары как мы можем улучшить не деген мына жерде так говорение деген бекен қазір мына жерде көрінбейді. Мына жерде знание и мотивация учащихся через игры на уроках. Через игры, да. Ол Оксана деген әріптесіміздің жаңағы жобасы. Ол кісі өзінің сабағына түрлі ойындарды алып келіп, мына тарихи дүниелерді, жергілікті жердің тарихын меңгерту осы қызықсыз дейді да, балаларға іші пысады, сондай бір оқығысы келмейді, сондай тақырып дейді. Соны қалай мен қызықты етіп игертсем болады? Балалар жоқ, қойыңызшы, тағы осы тақырыппен келдіңіз бе деп айтпасыншы, соны айтқызбау үшін не істеуге болады дегенге ойланған бұл кісі. Сол үшін неше түрлі өзі қолдан ойыншықтар ойлап тауып, ойындар ойлап тауып, ойыншық өз алдына. Сосын балалар соны ойнап отырып, осы тақырыпты игеретін етіп сабақ құрастырып, ол кісі сабағынан суретте көріп отырсыздар, бірнеше мәрте сабақ ұйымдастырып, соның нәтижесінде осылайша өте сондай оқушылар селқос қатысатын, оқушылар үшін қызық болмауы мүмкін, сондай бір тақырыптарды меңгертуде ойынды міндетті түрде кірістіру керек, және оны дер кезінде сәтті қолдану керек деген дүниелерді осы бір еңбегінде жазады. Ары қарай мына жерде может ли диалог развить речь учащихся, мына жерде бұл да орыс тілі мамандарымыздың жүргізген зерттеу жұмысы, жобасы өте тамаша. Диалог арқылы қалай, және диалогты бет алды, енді диалогқа қатысайық деп ұйымдастыра бермейді, бірақ диалогтың өзін қаншалықты тиімді, әдемі ұсынуға болады, немесе қалай қатыстыруға болады оқушыларды. Міне осы тұрғысында зерттеген жұмыстары. Немесе мына жерде тағы қандай тақырып сіздерде көрініп тұрған ба? Менде мына жерде жауап тұр. Как эффективно использовать ментальную карту. Енді бұл жерде ойын жүйелеуге, жазба жұмысын жазған кезде уақытты жоғалтпау үшін, әсіресе уақытқа орындалатын жұмыс болса, және ойдың шашыраңқы болмау үшін қаншалықты қызмет атқаратынын анықтау мақсатында, енді біз үшін mind map өте бір сондай тың дүние болды кезінде. Қазір сіздер үшін тың дүние емес, бірақ оның шыны керек нарқына жетпей жатамыз. Көп жағдайда бет алды ой жинақтап, бір сөйлей салу үшін ғана қолданып беріп жатамыз. Көп жағдайда оның жалпы атқаратын жүгі өте зор екен. Сол тұрғысында зерттеген әріптестер. Мынау енді біздің жаңа сөзді тиімді үйретуде мультфильмді қалай қолдану керек деген тақырыпта жазылған жұмыстың постері болып табылады. Енді мына жерде көрсеңіздер міндетті, жаңағы айттым ғой сіздерге құрылымдары қандай болса, құрылым бойынша соны қысқаша жаңағы ақпаратын осы жерге енгізіп, соңында қандай қорытындыға келгенін осы постер арқылы көрсетіп, үлкен басқосуларда, семинарларда бөліссеңіздер болады. Міне осылайша сіздер өздеріңіздің тәжірибеңізді тарата аласыздар. Зерттеу жұмысының нәтижесінде жалпы мұғалім шыңдалады. Жаңа айттық, тәжірибелі ұстаздың арқасында мектеп нағыз жасампаз тұлға тәрбиелейтін, жаңа білім ордасына айналады, білім мен тәрбие беретін ордаға. Енді сізге оқуға болатын әдебиет ретінде жаңағы екі шығарманы алып келіп отырмын, екі кітапты ұсынып отырмын. Бұдан басқа да әдебиеттер өте көп, бірақ практикалық тұрғыда осы бір еңбектерде жақсы жазылған. Егер ағылшын тілінде жақсы білмесеңіздер, жаңағы Google-да фото арқылы аударып беретін функциялар бар, немесе Google аударма бар деген секілді, немесе осы бір тақырып аясында, немесе басқа да әдістемелік тақырып
аясында қызығушылықтарыңыз болатын болса, осы каналдан қарасаңыздар да болады. Болашақта осы тақырыпты енгізіп қоятын боламыз. Енді назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір сауал болатын болса, мен жауап беруге әзірмін. Көп рахмет назарларыңыз үшін. Рахмет, Нұргүл ханым. Меніңше мұғалімдерге қысқа уақыт ішінде негізгі практикалық тұстарын айтып өткен сияқтысыз. Енді өзі өтініш сондай болды біздің тарапымыздан, практикалық жағынан көбірек айтсаңыз деген. Және осы жұмысты видео ретінде қайта жазып, өз каналыңызға жүктесеңіз, бұл да мұғалімдер үшін пайдалы болар деп ойлаймын. Енді бұл жерде ең бастысы қорықпай бастау, жобаны қорықпай бастау. Және бұл жоба, өздеріңіз білесіздер, ЦПМ семинарлар өткізді, шер жобасы арқылы да бірталай семинарлар өтіп жатыр. Бастапқы кездегідей емес, қазір интернетте ақпарат өте көп. Енді мен Нұрлыгүл, сіздің уақытыңызды алмай ақ қояйын. Айта Мен беріңіз. сізге мүмкін болса ойлап жаңағы құрылымды қағаз түрінде қалай көрінетіндігін көргісі келсе ұстаздар соны шығарып көрсетемін деп ойлағам. Қазір уақыт тығыз болмаса, мен жай ғана ашып бір көрсетіп өтейін. Уақыт тығыз десеңіздер, кейін Жоқ, ашып көрсетсең де болады, бір жүріп өтсең болады. Жалпы мұғалім мұндай зерттеу жұмысы ретінде ол қалай көрінеді, қалай рәсімделген. Мысалы жаңағы ең аз беттік жұмыс бар дедіңіз ғой, соны көрсетсек те. Қазір 1 минут. Жалпы бұны тек қана мектеп мұғалімдері ғана өткізбейді, бұны университет, колледж мұғалімдері, яғни кез келген педагог өткізе алады. Бұл жерде бір тек қана абсолют тек қана бір мектептің көлемінде ғана жүретін нәрсе деп қарамаған дұрыс секілді. Мысалы, айталық балабақша, мысалы, Мына жерде табылмай, қазір мен ашып қойған секілдерін таппай жатырмын. 1 минут. Демонстрация экраны не істесең болады? Алып тастасаң. Так. Ашық тұрған секілді, Так, мына жерде неге экраным шықпай жатқанын түсінбей жатырмын. 1 минут қазір. Экранды, мынаны не істеп таста? Демонстрация экраны. Жабасың, қазір. Сол кезде шығады, мұны. Шықтау деймін да? Жоқ, қайттан бөлсесің, жоқ, қайттан бөлсесің. Қайттан бөлсем, жақсы. Так, мінекейіңіз. Мына алдарыңызда, мына біз мультфильм арқылы қалай сөздік қорды молайтуға болады деп жаңағы тақырып таңдадық деп сіздерге айтып өттім ғой. Сол кезде мінекей көріп отырсаңыздар, мынау кіріспесі, так, қалай сізге мінекей мынау ағылшынша нұсқасына назар аудармайық. Мына жерде қараңыздар, кіріспесі, жалпы осы тақырыпты біз не үшін таңдадық, қалай таңдадық деген секілді. Және біздің зерттеу нысанымыз ретінде қай сынып алынды, қандай тақырыптағы мультфильмдерді жаңағы біз басшылыққа алдық деген сияқты мәселе осы жерде жазылады. Әрі қарай мына мультфильмнің мына жерде literature review, әдебиетке шолу, осы жерде мінекей мультфильмнің білім беруде қолданылуы туралы, және кімнің еңбектері сіздерге көрініп тұрсын деп қызылмен мана белгілеп қойғам, қандай еңбектерге сүйендік, кімдердің еңбектерінде осы мәселе қаралған, екінші тілді үйретуде мысалға сөзді меңгерту үшін қалай қолданылған деген дүние айтылатын тұсы. Жаңа сөзді мультфильм арқылы үйрету мінекей. Әрі қарата мына жерде тіл негізгі бөлім кетеді. Жаңа негізгі бөлімде біз мынандай lesson development, сабақтың дайындалуы деген осы жерде болады. Әрі қарай біз қалай сабақтарымызды ұйымдастырдық, қанша сабаққа жіктедік. Енді біз 4 адам қатыстық жобаға, осы бір жобаның айналасында жұмыс жасадық. 4-еуміз өзіміздің параллель сыныптарымызда осыны сынамадан өткізіп, бір-бірімізбен бөлісіп, қаншалықты нәтижеге жете алдық па, жоқ па, пайдалы болды ма сабағымыз, құрастырған пайдасыз болды ма талқылап отырдық. Немесе әрі қарата мінекейіңіз мынау пайыздық жаңағы көрсеткіштер, бірақ мынау жарияланатын болса, мына жерде фамилиялардың біреуі де болмауға тиісті А, Б, С, Д деген студент деп көрсетілетін болады. Немесе мынау енді бірнеше сынып бір-бірімен салыстырмалы түрде, біреуі қарапайым мысалға оқылым мәтін немесе жай ғана сөздерді меңгерту арқылы кетсе, біреуінде мультфильм арқылы жаңа сөз меңгертілді ғой. Сондықтан салыстырмалы түрде екі сыныптың жетістігі салыстырылып отырды. Және пайыздық үлес салмағын былай біз диаграмма арқылы көрсетіп отырдық. Соңында мына reflection, ой түю дейміз. Жалпы бұл жоба бізге не берді,
ұстаздарға не берді, қандай мәселелерімізді біздің шешіп беруге көмектесті деген жаңағы сұраққа жауап беретін тұсын осылай етіп жаздық. Мінекей пайдаланған әдебиеттері өздеріңіз көргендей жаңағы мынау сабақ жоспарының үлгісі қосымша берілген, қорқатын дәнеңесі де жоқ. Әр мұғалім өзінің әрекетін сабақтағы жоспарлап келген дүниесін өзінің мақсатына сай жүзеге асыра алды ма жоқ па, соны зерттеуге мүмкіндік беретін жоба. Сіздер үшін өте қиындық тудырады деп айта алмаймын. Егер де осы бағытты ұстанатын болсаңыздар, ең бастысы көру, байқап көру. Көз қорқақ қалай еді, қол батыр дейді. Сондықтан енді қорықпай осы бір семинардан кейін жаппай осы бір дүниені қолға алып тамаша бір дүниелерді дүниеге әкелесіздер деген сенімдемін. Көп рахмет. Нұргүл ханым, көп рахмет. Мен жерде демонстрация экранын ала берсеңіз болады. Қазір менде уақыт болмас, бірақ тағы бір тыңдаушылардың 10 минутын алам ба деп ойлап отырмын. Сізге Саламат деген кісі сұрақ қойып отыр. Саламатсыздар ме дейді, зерттеу тақырыбы оқушылардан алынған сауалнамадан кейін анықтала ма? Жалпы зерттеу тақырыбы қалай анықталады деп отыр. Міндетті түрде сауалнама өткізу керек пе? Жоқ, сауалнама міндетті түрде өткізу міндетті түрде емес. Жаңа айтып өттім, тек қана сауалнама емес. Енді жаңағы менің жетекшім деп айтсам болады ғой, ол кісі менің жете түсінуім үшін әдейі мені мәжбүрлесе керек деп те түсіндім бір жағынан. Екінші жағынан енді тек қана сауалнама арқылы анықтауға болмайды мәселені, проблеманы. Оқушылардың күнделікті жазып жүрген жұмысы да сізге белгілі бір жаңа сигнал беруі мүмкін, бір мәселенің бар екенін жеткізуі мүмкін. Оқушылардың жаңағы еңбектері, журналдар, сабақ кестесі, тағы басқа енді көп нәрсе сізге бір жаңағы бастама туғызуы мүмкін. Міндетті түрде сауалнама емес. Ал сауалнама емес, сіз сол мәселенің расында да көңіл аударуға тұрарлық дүние екенін дәйектейсіз. Сауалнамамен, тағы басқа дүниелермен. Рахмет, Нұргүл ханым. Мен енді қысқаша жаңа әдебиет туралы өзіңіз айтып өттіңіз. Мен қысқаша қай жерден әдебиеттерді қарауға болатыны туралы айтып кетейін. Ол өте тақырыпты нақтылау, естіп тұрмын ғой, кейде тақырыпты нақтылау әдебиеттерді оқығаннан кейін де идея келуі мүмкін сізге. Мысалы, сіз белгілі бір тақырыпты ойлап жүрдіңіз, әдебиетті оқығаннан кейін сіздің тақырыбыңыз нақтыланды, немесе тақырыбыңыз өзгеруі мүмкін. Сондықтан әдебиеттерді қайдан іздеуге болады дейтін болсақ, мысалы, Google Scholar, ең танымалы Google Академия, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде іздеуге болады. Одан кейін екінші мен ұсынғым келіп тұрғаны бұл ағылшын тілінің Institute of Education Science дейді. Бұл жерде, мысалы, Google Scholar'дағы, Google Scholar дейді, Google Академия, бұл жердегі әдебиеттер көбіне зерттеу жұмыстары, көбіне үлкен жаңағы ғылыми бағытта, университет жүргізген, сондай бағыттағы зерттеулер болып келеді де, әртүрлі бағытта ол. Биология болуы мүмкін, медицина болуы мүмкін, барлығы бірге жүреді. Ал енді мына Эриктің бір ерекшелігі, Эрик деп аталады, Institute of Education Science. Бұл жерде мысалы өзіңіз кілт сөзді енгізесіз, мысалы іздеп көресіз. Бұның бір жақсысы, бұл жердегі зерттеулердің барлығы тікелей білім саласына қатысты зерттеулер. Кілт сөзді кіргізсеңіз болады. Мысалы, мен reflective thinking, action research деп кіргізген. Мысалы, мына жерде шамамен келетін тақырыптар бар, мысалы, оқушыларға. Бұл сайт ағылшын тілінде, PDF-пен тұрғандар, бұлар мысалы анық көруге болатын, оқуға болатын нелер, мақалалар, мысалы аннотациясы, кіріспесі, әдебиетке шолу, методология, өстіп кете береді. Жалпы білім саласында жасалатын зерттеу жұмыстарының құрылымы тұрақты. Бірақ сіздер егер ағылшын тілі деп қорықпаңыздар, мысалы сіздер егер Google Translate'ті қарайтын болсаңыздар, сіздерге көрініп жатыр ғой, сайт? Нұргүл, көрініп жатыр ма? Сайттар көрініп жатыр ма сіздерге? Әріптестер? Көрінеді. Мысалы, кез келген сілтемені ал, мысалы, мына Эриктің өзін алсаңыздар да, кез келген сілтемені ал, жаңағы көбісі Google Translate'тің мүмкіндіктерін біле бермейді. Текст түрін ғана таңдайды. Егер изображение деген түрі бар, документке, мысалы, жаңа PDF материалды салып, соның аудармасын алуға болады. Немесе сайт дегенді бар. Сайтты енгізесіз, мысалы, сайтты енгізгеннен кейін
Google мысалы бірден жаңағы Эриктің сайтына қайтадан лақтырады, сіздерді. Енді мына жерде сізге мысалы орысша түсінуге болады. Көріп тұрсыздар ғой, Жаңа ағылшынша болып тұрған. Мысалы, отчет о практике обучения совместных действий дейді мына жерде. Исследование получения. Мына жерде уже зерттеулердің жаңағы орысша несін көруге болады. Енді қайдан білеміз біз? Зерттеу маған келе ме, жоқ па? Оны түсіну үшін жалпы шетелдік жұмыстардың бір жақсы, олардың аннотациясында бірден беріледі. Бұл жерде не қарастырылды? Бұл жерде қандай әдістер қолданды? И нәтижесі қандай болды? Яғни, үш сұраққа міндетті түрде жауап береді. Қандай тақырып қарастырылды? Не үшін қарастырылды? Қысқа ғана. Бұл жерде қандай әдістеме қолданылды? Сұхбат па, сауалнама ма, тест па, не қолданды? Кімдер қатысты? Және оның нәтижесі қандай болды? Қысқа ғана бір-екі сөйлеммен беріледі. Сондықтан осы жаңағы аннотацияны оқығанның өзі сіздер үшін жеткілікті. Ары қарай маған бұл мақала маған жарай ма, жоқ па? Ары қарай бұл сізге жеткілікті. Одан кейін кейбір мақалалар қызықты болады, бірақ олар өкінішке орай қолжетімсіз болып келеді. Қолжетімсіз деп тұрамыз, кейбір PDF-та, кейбіреулері жаңағы жабық. Сол кезде сіз мына прямая ссылка дейді, немесе direct link дейді. Егер көрінбей жатса айтарсыздар, исходный текстқа барайын мен. Исходный текстқа барайын, мына жерде. Айталық мына жерде сізге ұнап тұр. Мысалы, levels of reflection in action research. Action, яғни іс тәжірибедегі зерттеудегі рефлексияның деңгейлері. Бағалау құралы ретінде пайдаланыпты. Бірақ өкінішке орай ол бізге қолжетімсіз. Direct linkті басқан кезде сіздерге оның дой номері шығады. Дой дегені бұл кез келген ненің, кез келген интернетте шыққан мынандай зерттеу сайттарына шыққан кез келген ғылыми мақаланың өзінің несі болады. Жеке номері болады, иін сияқты. Жеке номері болады. Содан кейін сол жеке номерін алып, бұл енді қалай деп айтсам екен, ақпарат алудың, қалай деп айтсам екен, нелегальный дейді ғой орыстар, ақпаратты алудың, оқудың сайттары болады, Skyhub деп аталады. Бұл жерде ақпаратты біз ашқанмен, әрине әдебиетті оқыған кезде біз оны не істейміз, көрсетеміз де, мысалы. Жаңағы сізге ашылмай тұрған әдеби материалдар, зерттеулерді Skyhub, бірақ барлығын бірдей аша бермейді ол. Соны ескерген үшін кейбіреулер ашылады, кейбіреулер ашылмайды. Сол кезде мысалы жаңағы бізге қолжетімсіз болып тұрған мақаланы Skyhub арқылы ашсақ, біздерде жаңағы нені көруге болады. Мақаланы оқуға болады. Тағы да мені аннотациясы, несі, жаңағы кіріспе бөлімі, одан кейін көбіне жарияланатын мақалалар, ғылыми мақалалар, әсіресе білім саласында, олар 6-7 мың сөз көлемінен аспайды. Яғни жаңа Нұрлыбек ханым айтып тұрғандай, мақала ретінде жариялаған кезде сонша бір сөз санына тоқталып қойылмайды. Одан кейін Skyhub-тың бір жақсы, сіз мысалы мына жерде авторын, атауын, журналдың аты, тағы басқа нәрселерді көрсетуіңіз керек қой әдеби шолуда. Мына жерде бірден мысалы алуға болады. Жанына қарасаңыз, мына жерде авторы, жылы, атауы, журналы, саны, дой номер дейді, номері барлығы шығып. Осы жағынан бұл ыңғайлы. Одан кейін мен тағы да енді менен көрініп тұр, жаңа қайтадан слайдым көрініп тұр ме? Жоқ, сіздің слайд әдебиеттерді іздеу деген көрініп тұр, басқа ештеңе көріп отырған. Сол әдебиетті енді қараңыздар. Келесі әдебиетті қайдан табуға? Жаңа айттым, Google Scholar'дан көруге болады, Google Академиядан, Эриктан көруге болады дедім е. Бұл енді ағылшын тіліндегі. Google Scholar'да қазақша да, орысша да, ағылшынша да. Эрик таза ағылшынша, бірақ Эриктің бір артықшылығы өздері тек қана білім саласындағы зерттеулер болады. Сондықтан сол Эриктің өзінен біраз мақала тауып алуға болады, зерттеулер. Содан кейін Назарбаев университетінің репозиторийі бар, репозиторий деп тұрғаны, Назарбаев университетінің жазылған магистрлік диссертациялары, мақалалар, олардың барлығы қолжетімді, бірақ өкінішке орай көбісі ағылшын тілінде. Сондықтан бұл жерде де, мысалы мен әдейі ашып қойдым, Graduate School of Education, жалпы репозиторийдің өзіне кірсеңіз, главный деп тұр, кірсеңіз, мына жерде ENU Schools деп тұрады, бұл факультеттер.
сол факультеттің ішінен бізге керегі education, иә. Сол education'ды басып, мысалы айталық, literacy деп алайық, иә, literacy, сауаттылық, иә. Енді Google аудармалар бар ғой, соған қарап. Мына жерде қарасаңыздар, міне, ақпарат, АКТ сауаттылығы, одан кейін мына жерде early language and literacy learning, яғни бастапқы баланың тілінің шығуы. Неге Назарбаев университетінің репозиториян қарауға болады? Біріншіден, ол жердегі магистрлік жұмыстар, енді докторлық жұмыстарды өз жерден алу өте қиын, PhD жұмыстарын, магистрлік жұмыстардың барлығы бірдей, көбісі осы жерде публикацияланып, осы жерде шығады. Бұл жерден біріншіден зерттеулер ғылыми методология жағынан дұрыс, екіншіден әдебиеттері дұрыс іріктелген, үшіншіден бұл жердегі зерттеулер қазақстандық контекстпен тікелей байланысты. Қазақстанда болып жатқан білім саласындағы реформалар, қиындықтар, тағы басқа нәрселермен тікелей байланысты болғаннан кейін сізге контекст жақын. Енді бұларды оқуға бола ма деген кезде әртүрлі. Кейбір зерттеушілер мысалы не береді, мысалы ашық қолданысты береді. Мына жерде мысалы файл ашық көруге болады. Біреулер несін қойып қойыпты, презентациясын қойып қойыпты, қазір көрейін тағы да не бар екен мына жерде. Мысалы айталық, балалардың тілінің ерте шығуы, ерте жастағы балалардың тілі. Міне аннотациясында жазылған, бұл не туралы, міндетті түрде аннотациясы беріледі. Алдымен аннотациясын оқып алсаңыздар да болады. Бұл тақырып маған жарай ма, жоқ па дегендей. Одан кейін кейбіреулері ашық, мысалы. Ақсұр Шымболатқызы, біз Иә. тек сілтемені ғана көріп отырмыз деп жазып жатыр. Сілтемені ғана көріп отырсыздар ма қазір? Қазір міне. Қазір көрейін, қайтадан остановить. Қазір сіздерге көрсетейін. Сайттың өзін көрсетейін, иә, Google Scholar. Так, поделиться. Мысалы, жаңағы былай ашқан кезде көрініп тұр ма мына сайттар? Енді көрінді. Енді көрінсе, жаңа қайтадан мен бастапқы репозиторияға барайын. Мысалы, Назарбаев университетінің репозитория Нұрыну Edu.kz деп аталады. Жаңа көрсеттім, өздеріңіз кілт сөзді кіргізесіздер, өкінішке орай енді ағылшын тілінде, өз жерде бәрі ағылшын тілінде жазылады. Аннотациясына қарап, аннотациясы ағылшынша және орысша беріледі, кейде орысша да тұрады. Жалпы диссертацияның аннотациясы үш тілде беріледі. Аннотацияға қарап, сізге бұл жарай ма, жарамай ма, сіздің тақырыбыңызға келе ма, жоқ па, соны бірден білуге болады. Бірден мақаланы, диссертацияны оқудың қажеті жоқ. Одан кейін кейбір диссертациялар ашық, кейбір диссертациялар жабық болады. Ол біріншіден диссертацияның тақырыбына байланысты жабық болады. Мысалы, кейбір тақырыптар өте конфиденциально болуы мүмкін, респонденттерге байланысты әртүрлі. Сондықтан, егер жабық болса, мына зерттеушіге хат жазуға болады. Зерттеушінің мына жерде почтасы нелері беріледі. Бұл кісілер әдетте береді. Мен өз басым кейде жабық тұрған диссертацияларға жаңағы авторына хат жазып, рұқсат алам, өздері жеке почтаға жібереді. Ешкім ол жерде енді ақпаратты жастырмайды. Енді одан кейін міне диссертацияның өзі, сол жерде жаңа айттым, бұл жерде мысалы бірден аннотациядан көруге болады. Бұл ағылшынша берді, міне орысшасы, міне қазақшасы және орысшасы. Неге магистрлік диссертацияларды қарауға болады? Жаңа қайтадан айттым, себебін біріншіден ол біздің өзіміздің табиғатымызға жақын, яғни Қазақстан контексті бұл жерде жақсы беріледі. Қазақстанның жағдайы, білім саласындағы жағдайы, әдебиеттері, методологиясы бәрі дұрыс болып келеді. Сондықтан бұл кісілерге де сілтеме жасауға болады. Мысалы, осындай диссертация әдебиет ретінде басшылыққа алдым деп көрсетсе де болады. Одан кейін қазір тағы да бір мені ресурс көрсетем деп ойладым. Қазір сіздерге айтайын. Енді одан кейін көп мұғалімдер пайдалана бермейтін ресурстың түрі ол жаңағы бұрын ЯЦ деп аталды, қазір не деп аталады, талдау орталығы. Талдау орталығының өзінен де біраз ақпарат алуға болады, негізі әдебиеттерді қараған кезде. Талдау орталығы шығып жатыр ғой сіздерге. Талдау Edu.kz, бұрын ЯЦ деп аталды. Информационно-аналитический центр, қазір талдау болып кетіпті. Көрініп тұр ғой сіздерге несі? Мысалы, сайт көрініп тұр ғой. Иә. Апай,
көрініп тұрса, мысалы, оценивание десе, мысалы, оцениваниемен бассаңыз, халықаралық зерттеулерді көруге болады. PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, иә, және олардың нәтижелерін оқуға болады. Неге? Сіз оқу сауаттылығымен байланысты, математикамен сауаттылықпен байланысты болса, PISA-ның өзінің қамтымайтын тақырыптары жоқ. Мектептегі буллинг, оқушылардың әлеуметтік жағдайы, оқушылардың пәнге қарым-қатынасы деген оның әртүрлі нелері бар, пункттері бар. Мысалы, талисті қарайтын болсаңыз, талис мысалы көбірек мұғалім практикасы, мұғалім педагогикасы, бағалау, бақылау, оның да бұлар үлкен зерттеу ғой, large scale research деп аталады, үлкен зерттеу. Бұлардың ішінде бірнеше тақырыпшалар болады. Солардың біреуі сіздерге келуі мүмкін, және олар негізінен ең авторитетті, ең дұрыс деген ресурстарды пайдаланады. Мысалы, ең соңғы шыққандардың бірі жерде публикациялар бар, міне ашып оқыса болады. Мысалы, PIRLS-тің нәтижесі, тағы басқа, бұлар сіздерге әдебиетке шолу жасауға жақсы бір мүмкіндік береді, және кейде зерттеудің тәсілдерін таңдауға. Енді осы жерде айтқым келеді, егер қолжетімді болып жатса, негізінде жаңа Нұрлыгүл ханым анкета, сұхбат туралы айтып кетті. Анкета туралы мен өзімнің, сіздердің сәл уақыттарыңызды алдым, анкета туралы мен өзімнің пікірім жеке былай. Негізінен анкета менің емес, жалпы зерттеулердің, анкета, егер біз оны кері байланыс ретінде, өзімізге бір ақпарат жинау ретінде алсақ, иә, онда өзіміз құра аламыз. Бірақ анкета біздің негізгі зерттеу құралымыз болатын болса, мысалы, класстағы буллингті анықтау анкета арқылы, оқушылардың мотивациясын анықтау тест арқылы, немесе саморегуляция дейді, оқушылардың өзін өзі реттеу, бақылау, тағы басқадай жағдайларды анықтайтындай анкеталарды таңдайтын болсақ, онда ол анкеталарды өкінішке орай біз құрастыра алмаймыз. Анкеталарды тіпті магистранттарды құрастырмайды, оны тек докторлық PhD-ге жасап жатқан кісілер ғана құрастырады. Сондықтан сіздерге бұндай жағдайда дайын анкеталарды, әбден сынақтан өткен, ғылыми тәжірибеден өткен дайын анкеталарды алуға болады, оны бейімдеуге болады. Ішінде керек сұрағын алып, қажет емес сұрақтарын алып тастап, өзіңіздің контекстіге бейімдеуге болады. Себебі ол анкеталардың теориялық негіздері бар, арнайы ғалымдар жасаған, сізге оны қолданып, соның нәтижесі арқылы да сынауға болады. Енді ол сіздің тақырыбыңызбен тікелей байланысты. Егер бұл кәдімгі сандық, онда ол сандық зерттеу болады. Сапалық зерттеу болмайды, ол сандық зерттеу болып кетеді. Егер сұхбат, сабақты бақылау болса, онда біз оны сапалық зерттеу деп бөлеміз. Енді көп жағдайда, енді мен сандық зерттеудің өзі кете береді, жаңағы анкета, сауалнама болуы мүмкін, тест болуы мүмкін, оқушылардың оқу сауаттылығын анықтайтын, математика сауаттылығын анықтайтын, тағы басқа. Егер анкета болатын болса, әдетте бұл көп адамды қамтуды қажет етеді. Мүмкін оқу сауаттылығын анықтайтын тест болса, шағын кластың оқушылар деңгейі жеткілікті. Бірақ сізге жаңағы көру керек та, оқушылардың деңгейі, білім деңгейімен жаңағы сұрақтар қаншалықты сәйкес келеді деген секілді. Енді қысқаша осы, енді презентацияны ойлап отырмын мен, осы жерге чатқа да салсам да болады, бірақ презентацияны ойлап отырмын, біздер негізі жүктейміз деп, әдістемелік орталықтың сайтына жүктейміз деп, бұл видео YouTube каналында да бар, сілтемесі сақталады, қайталап тыңдасаңдар болады. Тағы да мына жерде сұрақтар келген екен, экраныңыз көрсетпей тұр дейді. Экраныңыз сөз санына қатысты, кем болмау керек деп қойған. Әртүрлі, бізде енді сөз әртүрлі болып, сөз санына байланысты нәрсе, мысалы шетелдіктерде диссертация жазсаң да, не жазсаң да, барлық нәрсені сөз саны, бет санымен емес, сөз санымен өлшейді. Себебі 12-мен шрифтпен жазғанда басқа болады, 14-пен жазғанда басқа болады. Енді біздің қазақстандық жағдайда біз көбіне бет санымен өлшейді екенбіз. Сіздерге бүгінгі вебинар пайдалы болды деп ойлаймын. Action Research 1 сағаттың көлемінде жоспарлап едік, 1 сағаттың үстіне шығып кеттік, бір күнде айтып беретін әңгіме емес ол. Бірақ дегенмен уақыт болса да пайдалы ақпарат бердік деп ойлап отырмыз. Қатысып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ауызша сөйлеймін, айтамын десеңіздер болады. Пікірлеріңізбен бөлісуге сол 1-2 минутта енді аяқтайық деген ұсыныс білдіргім келеді. Қатысушылар тарапынан бір нәрсе айтамыз десеңіздер,
сұрақтар айтамыз десеңіздер, әрине микрофон ашық. Алып қосарларыңыз жоқ па, әріптестер? Онда әділ, біздер немізді аяқтадық. Вебинарымызды аяқтадық. YouTube каналында да тоқтатсаңыз болады. Әріптестер, қатысқандарыңызға көп рахмет. Нұрлыгүл ханым, сізде уақыт бөліп, жаңағы жұмыстың тығыздығына қарамастан қатысып, өз пікіріңізбен бөліскеніңізге, кәдімгі шын материалдарды көрсеткеніңізге көп рахмет. Себебі мұғалімдер көзбен Рахмет. көрген ғана түсінеді деп ойлаймын, апа. Рахмет сізге де. Сау болыңыз. Аман болыңыздар.